Өмір психологиясы каналыма қош келдіңіз. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Кездейсоқтық па, тағдыр ма? Асылым жас әрі жігерлі медбике. Ата-анасы ерте қайтыс болғаннан кейін ауылдағы жетім балаларға көмектесіп, кейін қалаға келіп, ауруханада жұмыс істей бастайды. Өз жұмысын жақсы көретін, әр науқасқа ерекше ықыласпен қарайтын қыз еді. Бір күні ауруханаға бір жас жігіт түсті. Сөйтіп Асылым сол жігіттің жағдайын бақылап, көмек көрсеткен сайын екеуі жақындаса түседі. Ол жігіт Арсен, табысты кәсіпкер. Әкесінің үлкен бизнесін басқарып отырған. Өмірі байлық пен салтанатты өтетін жігіт еді. Ауруханадағы күндер оларды жақындастырып, жылы сезімдерге бөледі. Арсен емделіп шыққаннан кейін де Асылыммен қарым-қатынасын үзбей, бір жыл бойы бірге уақыт өткізеді. Әр кездесу оларға ерекше жылу мен махаббат сыйлайтын. Арсен Асылымды шын сүйіп, оған үйленуге ұсыныс жасайды. Қыз қуанып келседі. Ал тойдың күні белгіленеді. Той күні жақындаған сайын Асылым өзінің жүкті екенін біледі. Арсенге айтуға тырысып жүрсе де, дұрыс сәт таба алмайды. Той күні келгенде күтпеген жағдай орын алады. Асылым сол күні жұмысқа шақыртылып қалады. Ауруханаға ауыр халдегі науқас түскендіктен шұғыл операцияға көмектесуі керек болады. Ол бас тартқысы келсе де, дәрігерлерге көмектесуді өзінің борышы санап жұмысына асығады. Сол сәтте уақыттың қалай өткенін байқамай қалады. Той уақыты жақындап, той залына кешігіп келген Асылымды Арсен мен оның анасы күтіп отыр еді. Бірақ олардың ашу-ызасы шегіне жеткен еді. Арсен тойға келмей кешіккен қалыңдығын көріп, қатты ренжиді. Ал Арсеннің анасы Асылымды қатты сөгіп, бұл кешірілмейтін қателік деп, келіні ретінде оны көргісі келмейтінін және қабылдамайтынын айтады. Ашуға булыққан Арсен енді бұл некенің мәні жоқ екенін айтып, ашуланып, тойды тастап кетіп қалады. Асылым сол сәтте жүкті екенін айта алмай да қалады. Үміті үзілген, жүрегі жараланған күйде қалады. Арсенмен байланыс үзілген соң, ол баласын жалғыз өзі өсіруге бел буады. Той өтпей, тағдырдың жолдары екіге бөлінеді. Баласы өскен сайын Асылымның өмірінде жалғыз жарық сәулесі болады. Еңбекқорлығының арқасында ол баласын жақсы тәрбиелеп, жақсы өмір сүруге барлық мүмкіндікті береді. Ал Арсен үшін жылдар оңай болмайды. Әкесінің бизнесі құлдырап жүрмей және экономикалық қиындықтардан кейін компаниясы банкротқа ұшырайды. Байлығын жоғалтып, ол қарапайым өмір сүруге мәжбүр болды. Көп қиындықтардан өткен соң, өмірі мүлде басқа арнаға түседі. Бір күні арада 7 жыл өткен соң, олардың жолдары қайтадан қиысады. Арсен кездейсоқ бір клиникаға дәрігерге қаралуға келеді. Ол кірген кезде бірден кең, әдемі интерьерге, кәсібиліктің шынайы белгілеріне назар аударады. Бұл Асылымның клиникасы еді. Асылым үлкен жетістікке жеткені анық еді. Бір кезде алыс бұрыштан жүгіріп келе жатқан кішкентай бала Арсеннің назарын аударды. «Анашым, мен дайынмын», деп 7 жасар ұл Асылымға қарай жүгіріп келді. Арсен есі шығып қалды. Ол Асылымды бірден таныды. Баланың да түрі өзі секілді екенін байқап үлгерді. Ол сол сәтте бәрін түсінді. Бұл оның ұлы болуы керек. Асылым оны байқап жанына келді. «Сәлем, Арсен», деді ол байсалды. Арсен сөз таба алмай қалды. Ол баланың бетіне қарап, жүрегі қатты соға бастады. Оның ішінде сан түрлі сезімдер өрбіді. Қуаныш, өкініш, таңданыс. Қателесіп тұрған жоқ па? Асылым оған байсалды көзбен қарап, ұзақ ойланып тұрды. «Кешірші. Мен үлкен қателік жасадым. Сен тойға кешіккенде өзімнің ренішімді жеңе алмадым. Оның үстіне анам тойды жүргізуге қарсы болды, бірақ сені ұмыта алмадым. Қазір анам үйден шыға алмайды, ауру, әкем дүниеден озды», деп Арсен бірден өкінішін білдірді. «Иә, бірақ сен кеш келдің, Арсен. Өткенді өзгерте алмаймыз. Менің өзімнің жолым бар», деді Асылым. Оның көзі сабырлы, бірақ жүрегінде өткеннің іздері сезілетіндей еді. «Өткеніміз өтті, Арсен, сол уақытта мен саған айта алмай қалған бір үлкен жаңалығым болды», деп Асылым баланы шақырып алды. «Бұл біздің ұлымыз, Арсен. Сен әкесің.
Арсен өзінің шынымен әке екенін естігенде таңырқап, сене алмай тұрып қалды. Оның көзінде өкініш пен қуаныш аралас сезім пайда болды. Нұрсұлтан сенің ұлың, деді Асылым. Арсен ақырын дауыспен қайталап баланың жүзіне мұқият қарады. Көзін алмай ұзақ қарап тұрды. Ол ұлын алғаш көріп, оның есімін естігенде барлық қателіктер мен жіберген мүмкіндіктерін ұғынды. Асылым күлімсіреп, оның қолын ақырын ұстап, былай деді: мен саған ренжімеймін. Біздің әрқайсымыз өз жолымызды таптық. Мен бақыттымын. Жақсы адамға тұрмысқа шықтым. Осы жеке клиникамыз. Ол да дәрігер. Бізде ортақ кәсібіміз, қызығушылықтар бар. Ал Нұрсұлтан болса, екеуміздің баламыз. Бірақ біздің өткеніміз сол өткенде қалсын. Арсен үнсіз басын изеді. Шу өртеніп тұрса да, өткенді қайтару мүмкін емес еді. Және Асылымның өз өмірін қалай құрғанын көріп, одан ешқандай үміті жоқ екенін түсінді. Ол баласына қарап: мен сені көріп, білгеніме өте қуаныштымын. Бақытты болғаныңа да ризамын, деді Арсен, ішіндегі ауыр сезімдерін бірте-бірте басуға тырысып. Олар сол жерде бір-бірін түсініп, өткенді қалдырып, алға жылжуға келісті. Осылайша олар болашақ үшін жаңа тарауды бастауға мәжбүр болды. Кетіп бара жатқан Асылым мен ұлының соңынан қарап тұрып, Арсен өксігін баса алмай, жүрегін жұлып әкетіп бара жатқандай ауыр сезімде тұрып қалды. Мотивацияға толы видеоларды жоғалтып алмас үшін каналыма қосылуды ұмытпаңыз. Рахмет.